Сәлем достар, бүгінгі видеода топ бизнес идеяны көретін боласыздар. Видеоны толық көрместен бұрын лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз. Ателье десе, жалпы көз алдымызға ине мен жіп елестейді. Жалпы тігінмен айналысу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ол адамның қиял мен шеберлігіне байланысты шығатын ерекше жұмыс түрі. Әлеуметтік желі арқылы да өз жұмыстарын бизнес деп жүрген қаншама қыз-келіншектер бар. Тігінді түрлендіру арқылы, яғни киімге жазу, орамалға жазу, авточехол жасау, киімге ою-өрнек салу, яғни именные халаты деген болады. Соның барлығын жасап, ассортименттерін көбейтуге болады. Химчистка, химиялық жолмен, химиялық қоспалармен үлкен көлемде плед, көрпе, пальто, куртка, шуба, тағы сол сияқты тазалау орнын айтамыз. Үшінші, маникюр. Ол кез келген салонда болады, бірақ клиентке ерекше болу үшін, ерекше жұмысыңызды көрсету үшін 3D аппараты сізге көмектесе алады. Яғни 3D аппарат ол не істей алады? Сіздің мультик түріндегі фотоларды, мультиктегі жан-жануарларды, сонымен қатар ерекше қылып гүлдерді, 3D гүлдердің фотоларын тырнағыңызға салады. Яғни бұл қызмет түрі ерекше болады. Үшінші, торт па десеңіз, торт жасауда кез келген адамның қолынан келе бермейді. Өзіңіздің ауылыңызда, ауданыңызда ең бірінші болуға және дәмді де балғын торттарды, брендовый торттар шығарсаңыз, клиенттің сұранысы кез келген уақытта екенін ескеріңіз. Яғни туған күнге керек болады, үйлену, қыз ұзату, құдалық, тағы басқа тапсырыстарды қабылдауға болады. Сонымен қатар өзіңіздің оқырмандар саны көп болса, белсенді болсаңыз, әлеуметтік желіде қыз-келіншектерге арналған жеке курс, сонымен қатар мастер-класс өткізуге болады. Осыны ескеріңіз. Одан кейінгі бизнес идея, жартылай дайындалған өнімдер де кез келген клиенттің сұранысында екен ескеріңіз. Неге? Өйткені клиент біріншіден дәмді тамақ жейді, екіншіден олар уақыттарын үнемдейді. Яғни уақыттарын үнемдеу мақсатында жартылай дайындалған өнімдердің де үлесі зор. Атап айтқанда самса, пельмен, манты, сонымен қатар етке арналған қамырларды дайындауға болады. Егер де сіздің әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз, оқырмандар саны көп болса, қыз-келіншектерге арналған ерекше курс, сонымен қатар мастер-класс өткізсеңіз болады. Атап айтқанда осы бизнес түрлерінен ең ұнағаны, сонымен қатар өз бизнес идеяларыңызды жазсаңыз, төмендегі комментарийде күтемін.